Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Ерафифа. Бүгінгі видеода біз рандомный адамдардың составын бағалайтын боламыз. Алдыңғы видеода біз бір қазақ бауырымыз состав бағалашы деп жазған болатын, бірақ мен оның составын таба алмадым. Сондықтан айып етпесін, видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, ал біз бастаймыз. Алдыңғы видеода өте көп просмотр жинап тастапсыздар, сондықтан сіздерге өте үлкен рахмет. Так, міне, біріншіден біз осының составына цент етейік. Общие 118 екен. Көрейік составын. Опа, өте мықты состав екен. Бұл жақта бізге Эденазарды так ауыстыру керек. Ал бұлай жақсы состав екен. Так, екінші ойыншымыз бізде кім болады? Опа, 117-ні цент етейік. Видео ұнап жатса, бұл видеоны FIFA ойнайтын достарыңызға жіберіңіздер. Өте күшті состав, бірақ мына жақта левый нападающий ауыстыру керек екен. Бұлай мықты состав, сосын правый защитник ауыстыру керек екен. И потом левый защитник ауыстыру керек, и ауыстыру керек деген. А так мықты состав екені көрінеді. Так, тағы да басқалардан көрейік. Так, мына 117-ні цент етейік. Опа, мықты состав түсті. Бұл жақта бізде Таремиді ауыстыру керек, сосын защитниктарды ауыстыру керек, сосын левый защитникті ауыстыру керек, сосын центральный полузащитниктарды ауыстыру керек екен. А так, жақсы состав екені бұлай байқалып тұр. Так, кімді бағаласақ болады? Мына 116 бағалап көрейік. Общий 116-тан 86 екен. Опа, Месси дейді, өте мықты состав екен. Бұл жақта оған ешкімді айырбастамай қойса болады екен. Бірақ міне мына защитник Келли деген защитникті ауыстыру керек. А так бұлай мықты состав. Так, басқа да ойыншыларды көрейік. Так, мына 117 бар екен, сонда көріп шығайық составын қадай. Ой, өте мықты. Бұл жақта вратарды ауыстыру керек сияқты. Вратарь. Ең соңғы енді ойыншымызды көріп кетейік. Ең соңғысында біз кімді алсақ болады? Реал Мадридті көрейік. Реал Мадридтің ауыстырған ойыншыны. Опа, мықты состав. Бұл жақта оған Бейл ауыстыру керек, сосын центральный защитникті ауыстыру керек, центральный защитниктерін түгелін ауыстыру керек. Және де защитниктарын да түгелін ауыстыру керек, и вратарьда. Және де осымен біздің видеомыз бітті. Бәріңізға сәттілік, сау болыңыздар. Егер видео ұнаса, достарыңызға жіберіп, подписка, лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.